Сіздер Дархан дала жобасын көріп отырсыздар. Байтақ еліміздің көркемде әсем жерлеріне саяхаттаған сайын өлкенің тарихымен танысып, ірі кәсіпорындарын аралаймыз. Және ең бастысы қаланың қалыптасуына зор үлесін қосып жатқан адамдармен жүздесеміз. Ақмола облысында туып өскен ұлы тұлғалар туралы әңгімелеуді жалғастырудамыз. Қанат Тәсібеков 1959 жылы Ақмола облысы Алексеев ауданы Кеңес ауылында дүниеге келді. Орыс мектебін тәмамдап, Алматы зоотехникалық мал дәрігерлік институтына түсті. Кейінірек Мәскеу қаласында аспирантураны бітіреді. 1994 жылы болашақ халықаралық стипендиясының иегері атанып, Франциядағы Бургунд университетіне тағылымдамаға аттанды. Оқудың нәтижесінде докторантурада білім жинап, диссертациясын қорғайды. Қазақтың мақалы бар ғой, енді білгенді білдірмесең, білгенің бар болсын деген. Мен енді өзім тіл оқудан бастадым. Енді 50-ден асқаннан сон бастадым мен тіл оқуды. Енді сол 1-2 жыл өткен соң бір балаларым бар. Балалар енді орыс тілді балалар, қаланың балалары ғой енді. Соларға бір түртпектерді қалдырып отырдым, бірдеме жазбаларды. Өзіме бір естіліктерді бірдеме жазып, тіл оқу барысында бір керек нәрселер жазып отырдым ғой. Сол бір кезде қарасам, бір әжептәуір бір дүние жиналып қатты. Осылайша алғашқы кітабы 2012 жылы жарық көрді, үлкен сұранысқа ие болып кең таралды. Мемлекеттік тілін білмейтін мыңдаған қазақстандықтар кітаптан алынған дәйек сөздерді әлеуметтік желіде белсенді қолдана бастады. Кітаптың аз-ақ уақыт ішінде үлкен танымалдылыққа ие болғанын ескере отырып, жалғасын шығару шешілді. Осылайша 2-ші және 3-ші томдар араға 2 жыл салып, оқырмандарға жол тартты. Өмірден алынған оқиғаларды оқу әдістемелік тәсілдермен үйлестіру авторға тән ерекшелік деп атауға болады. Нақты методика ма, жоқ әлде жай өмірлік тәжірибемен бөлісуге арналған кеңістік па деген сұраққа былайша жауап берді. Енді мен кітапты жазған кезде бұл енді методика болады деп ойлаған жоқтым. Енді сол енді өмір өзі көрсетіп отыр, бұл деген өзі бөлек әдістеме екен. Бұны қазір адамдар мен өзім емес, адамдар бұны әдістеме деп қабылдап жатыр. Бұл әдістеме көп оқу курстарында қолданады. Мен нелерді білем, мынау КАУ деген бар, Қазақ-Американ университет Өскеменде. Солар менің кітабыммен оқиды екен қазақ тілін. 2014 жылы Қанат Тәсібеков мемлекеттік тілді дамытуға қосқан үлесі үшін тіл жанашыры құрмет белгісіне ие болды. Ал 2016 жылы Қазақстан Республикасындағы азаматтық қоғамның бірлігі мен тұрақтылығын нығайтуға бағытталған қызметі үшін Қазақстан Халық Ассамблеясының бірлік медалімен наградталды. Қазіргі таңда Қанат Тәсібеков ұйымдастырған мәміле қоғамдық қоры алматылық кітапханаларда жұмыс істеп жатыр. Болашақта Қазақстанның ірі қалаларында қазақ тілін дамытуға арналған қорларды ашу жоспарланып отыр. Жазушы, көркем аударманың хас шебері Геральд Бельгер осы кітапқа өз жоғары бағасын беріп кеткен. Қазақ тілін үйренем дегендерге көп пайдалы ақпарат жиналған екен.